Сен 12, бұл бір ондық және 2 бірлік екендігін білесің бе? 12 санын 2 бір таңбалы 9 бен 3, 8 бен 4, 7 мен 5, 6 мен 6 сандар арқылы қалай құруға болатынын қарастырайық. Бізде 9 қызыл түсті дөңгелек бар. Оған 3 көк түсті дөңгелекті қосу керек. 9-ды толық ондыққа толықтыру керек. 10 болу үшін 9-ға 1-ді қосу керек. 3 санының құрамын еске түсір. 3 деген бұл 1 мен 2. 1-ді қостық, енді 2 қалды. 9 бен 3-тің қосындысы 12-ге тең. 12 деген бұл 8 бен 4-тің қосындысы. Қосу амалының қалай орындалғанына назар аудар. 8 қосу 4. 12 деген бұл 7 мен 5-тің қосындысы. Қосу амалының қалай орындалғанына назар аудар. 7 қосу 5. 12 деген бұл 6 мен 6-ның қосындысы. Қосу амалының қалай орындалғанына назар аудар. 6 қосу 6. 12 санының құрамын жатта. Сонымен қайталайық. 12 санының құрамы дегеніміз 9 бен 3-тің қосындысы, 8 бен 4-тің қосындысы, 7 мен 5-тің қосындысы және 6 мен 6-ның қосындысы. Көрсетілген мәнге сәйкес қосу амалына теңдіктер құрастыр. Яғни 12 болатындай сандарды қос. Дәптермен жұмыс. Номер 3 есеп 27 бет.